Қайырлы күн оқырмандар. Бүгін біздер жазғы мезгілде жиі дайындалатын баклажан мен кабачкиден ораманы дайындайтын боламыз. Яғни бұны салат түрінде де, ыссы тамақ түрінде де қолдануға болады. Ең алдымен кабачкиіміздің қабығын аршып, жұқалап турап аламыз. Және баклажанды да жұп-жұқа етіп, ұзынша жұқа етіп турап аламыз. Және бұны сыртындағы кілярын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн керек болады, және жұмыртқа керек болады, және үшіншісі панировочный сухари, яғни арнайы суши жасаған кезде қолданылатын панировочный сухариді қолданамыз. Жұмыртқамызға тұз бен бұрышты қосып, әбден шанышқының көмегімен араластырып, соғып дайындап аламыз. Дайындалған сыртын батыратын дайындалған кілярымызды аунатып бастаймыз. Бірінші ең алдымен баклажанды ұнға, сол құрғақ күйінде ұнға батырып аламыз, әбден барлық жеріне тигізіп, және екінші дайын тұрған жаңағы жұмыртқадан дайындаған кілярымызға саламыз, барлық жерін тигізіп, видеодағыдай, және үшінші панировочный сухариімізге салып аламыз, барлық жерін тигізіп батырамыз да, қызып тұрған майға екі жағын қызартып қуырып аламыз. Видеодағыдай қызартып аламыз. Мен барлық тез пісетін болғандықтан барлық баклажан мен кабачкиді осылай дайындап алдым. Сосын қызып тұрған майға пісіріп алдым. Енді ортасына салмасын дайындаймыз. Бірінші аскөкті турап, және сарымсақты үккіштен өткізіп, майонезге салып, әбден араластырып, ортасына жағатын соусымызды дайындаймыз. Және баклажанды, қуырылған баклажанның ортасына салатын помидорымызды және творожный сырымызды салып, майонезді жағып алғаннан кейін видеодағыдай салмасын салып орайтын боламыз. Әдемілеп ыдысқа қойып, бетіне арнайы соустарды құямыз. Дастарханға өте сәнін келтіретін салат. Мен бұл жерде кисло-сладкий соус және терияки соусын қолдандым. Ортасына руккола шөбін салып, әдемілеп дастарханға ұсындым. Бұл соустар өте ерекше дәм береді. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.